Жалпы облысымызда 2012 жылы 316 әлеуметтік сала нысандарының құрылысына 5,9 миллиард теңге бағытталған. Аталған нысандардың ішінде 215 инвестициялық жобалық жыл соңына дейін тапсыру жоспарланған. Ал 101 инвестициялық жоба 2014 жылға өтпелі. Бүгінгі таңда нақты 82 жоба іске қосылса, 133 нысанның құрылысы жыл соңына шейін пайдалануға тапсырылатын болады. Білім беру саласы 86 нысанның құрылысы жүргізуде. Оның ішінде 2013 жылы 43 нысанның құрылысы аяқтап пайдалануға тапсыру жоспарланған. Бүгінгі таңға нақты тапсырылған нысандардың саны 31, қалған 12 нысан жыл соңына дейін тапсырылатын болады. Сонымен қоса айта кететін, биылғы жылы құрылысы келесі жылға өтпелі, яғни биылға жоспарда жоқ, жоспардан тыс бір нысанымыз, мына Сайрам ауданындағы 200 орындық мектебіміз бүгінгі таңға пайдалануға тапсырылып отыр. Денсаулық сақтау саласында 69 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 2013 жылы 65 нысанның құрылысын аяқтап пайдалануға тапсыруға жоспарланған. Бүгінгі таңда нақты 56 нысанның құрылысы толығымен аяқталған. 43 нысанның мемлекеттік қабылдау актісі қабылданып бүгінгі таңда пайдалануға берілді. Қалған нысандар жыл соңына, яғни 9 нысанның құрылысы жыл соңына дейін пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Спорт саласы бойынша 5 нысанның құрылысы биылғы жылы жүргізілген болса, оның 3-еуін тапсыру жоспарланған. Бүгінгі таңда 3 нысанның құрылысы да толығымен пайдалануға тапсырылды. Мәдениет саласында 11 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 2013 жылы 5 нысанның құрылысы аяқтап пайдалануға тапсыру жоспарланған болса, бүгінгі таңда нақты 2 нысанның құрылысы пайдалануға тапсырылып отыр. Қалған 3 нысан бойынша жыл соңына дейін пайдалануға тапсырылатын болады. Әлеуметтік саласындағы 2 нысанның құрылысы жүргізілуде. Аталған нысанның құрылыс монтаждау жұмыстары толығымен аяқталып, бүгінгі таңда мемлекеттік қабылдау рәсімдері жүргізіліп жатыр. Қолданып бекеттері бойынша 79 нысанның құрылысы басталып, жыл соңына дейін пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Шымкент қаласының солтүстік бөлігінде 364 гектар жер аумағында жаңа әкімшілік іскерлік орталығының құрылысы басталған. Бұл әкімшілік іскерлік орталығының құрылысында облыс әкімдігінің ғимараты, кітапхана, халық шаруашылық жетістіктер көрмесі, конгресс-холл, драм театр, 6 білім беру нысанының, 11 балабақшаның, 500 келушіге арналған емхананың құрылысы, сот ғимаратының құрылысы, қуаттығы 160 гигакалорий қазандықтың құрылысы, спорт кешенінің құрылысы және салық комитетінің есептеу орталығының құрылысы, жалпы алаңы 1 миллион шаршы метрді құрайтын тұрғын үйлердің құрылысы жүргізілетін болады. Бүгінгі таңда өздеріңізге белгілі Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылысы аяқталды. Сонымен қатар кітапхана мен жаңағы халық шаруашылық жетістіктер көрмесінің құрылысы толығымен аяқталып пайдалануға тапсырылып отыр. Жалпы 2013 жылы облысымызда тұрғын үй жылы болып жарияланған өздеріңізге белгілі. Республикалық бюджеттен бұл бағытта 2 миллиард теңге қаржы бөлінсе, облыстық бюджеттен 3,2 миллиард теңге бағытталып отыр. Бұл қаржыға облысымыздың жалпы ауданы 213 мың шаршы метр немесе 3835 пәтерді құрайтын 75 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Биылғы жылы 45 үйдің құрылысын аяқтап пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Оның жалпы ауданы 92 мың шаршы метр немесе 1359 пәтерді құрайды. Қалған үйдің құрылысы 2014 жылға өтпелі. Барлық қаржыландыру көздері есебінен биылғы облысымызда 400 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға тапсыру жоспарлануда. Бағдарламаның әрбір бағытына тоқталатын болсақ, кезекте тұрғандар үшін арендалы тұрғын үйдің құрылысына жалпы республикалық бюджеттен 700 миллион теңге бөлініп, 25 тұрғын үйдің құрылысы биылға жүргізілді. Аталған үйлердің 24-і осы үстіміздегі жылы 2013 жылы пайдалануға тапсырылатын болса, бір үй келесі жылға өтпелі. Бүгінгі таңда статистика департаментінің мәліметіне сәйкес облыс бойынша 10 мың шаршы метр немесе 147 пәтер тұрғын үй пайдалануға тапсырылған. Оның ішінде құрылысы 2012 жылдан өтпелі 2 тұрғын үйіміз 8,4 мың шаршы метр немесе 126 пәтер. Созақ ауданында бір пәтерлі 15 үйдің құрылысы бүгінгі таңда толығымен аяқталып пайдалануға тапсырылған. Сонымен қатар Қазығұрт ауданындағы 2 пәтерлі 3 үйдің құрылысы, Мақтаарал ауданында 1 үйдің құрылысы аяқталып пайдалануға тапсырылды. Жыл соңына дейін қосымша 6 мың шаршы метр немесе 116 пәтер пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Бұл Сарыағаш ауданындағы тұрғын үй, Отырар ауданында, яғни сонымен қатар Сайрам ауданындағы 3 тұрғын үйдің құрылысы. Жас отбасылар үшін жалға берілетін тұрғын үй құрылысына 500 миллион теңге республикалық бюджеттен бөлініп, құрылысы 2012 жылы басталған 7 үйдің
құрылысына бағытталған. Бұның жалпы пәтер саны 354 пәтер. Екі үйдің құрылысы 84 мың шаршы метрді құрайтын, немесе 84 пәтерді құрайтын биылғы жылы 13 жылы пайдалануға тапсырылса, қалған 5 үй 2014 жылға өтпелі. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы құрылысы жүргізуге 9 үйге жалпы 870 миллион теңге бөлінген. Бүгін таңда 3 үйдің құрылысы 2013 аяқталса, 6 үйдің құрылысы 2014 жылға өтпелі. Облыстық бюджет есебінен 3 миллиард 269 миллион теңге қаралған болса, бұл қаржыға Шымкент қаласының әкімшілік іскерлік орталығында барлығы арендалы 33 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Сонымен қатар Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы сметалық құны 6,5 миллиард теңгені құрайтын 8 үйдің құрылысы әкімшілік іскерлік орталығында жүргізілуде. Аталған үйлерді пайдалануға тапсыру 2015 жылға жоспарланып отыр. Инженерлік коммуникациялық инфраструктура құрылысына 2013 жылы жалпы 2,2 миллиард теңге қаралып, 15 нысанның құрылысы жүргізілуде. Республикалық бюджеттен 1,7 миллиард теңге, облыстық бюджеттен 763 миллион теңге. Биылғы жылы 371 шақырымды құрайтын 7 нысанды аяқтау жоспарланса, 8 нысанның құрылысы 2014 жылға өтпелі.